Еш-Шарқ бүгін Астанада Қазақстан спорт кешенінде бокстан жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты жалауын көтерді. 42 елден 380 спортшы жинаған бокс жарысының алғашқы іріктеу жекпе-жектері өтуде. Алдымен шаршы алаңға жеңіл салмақтағы былғары қолғап шеберлер шықты. Бокстан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты 2001 жылдан бері өтіп келеді. Ресми атауы кадеттер деп аталған дүниежүзілік біріншілік 2 жыл бұрын атауын өзгертті. Айва аясындағы дода биыл тұңғыш рет қазақ жерінде ұйымдастырылды. Бұған дейінгі әлем чемпионаттарының барлығына қатысқан Қазақстан жасөспірімдер құрамасы жүлдесіз қайтқан емес. Ұтып алған медальдарының саны жөнінен жерлестеріміз әлемде 3-ші тұр. Сондықтан Астанадағы додада боксшылардың алдында жалпы командалық есепте жеңіске жету тапсырмасы жүктелді. Кезінде еліміздің талай салмақтарына жол ашқан біріншілікке бокс саласының біраз маманы жиналды. Тіпті жақында ғана Панама елінде әлем чемпионы атағын абыроймен қорғаған Геннадий Головкин мен талай олимпиада чемпиондарына жол ашқан Бекет Махмудов та елордаға арнайы ат басын бұрыпты. Бейжің ойындарының жеңімпазы Бақыт Сәрсекбаев та ізбасарларының өнерін тамашалауға келіпті. Астанадағы әлемдік сында Моңғолия құрамасы сапында қазақ жігіті де жүр. Баян-Өлгей аймағының тумасы ертең жұдырықтасады. Біздің Моңғолияда команда жалпысы 12 адам келген, 3 бапкер, 9 боксер. Соның 66 килограммда өзім шәкіртім Қуат ұлы Ерған Моңғолияның біріншілігінде жеңімпаз болып, осы әлем чемпионатына қатысатын сондай жолдама алып келіп отыр. Енді Алла бұйырса ертең ойнайды. Болгардың есімін. Бүгін 4 салмақта іріктеу жекпе-жектер өтуде. Қазақстан құрамасы сапынан алғашқы болып 57 келідегі Ерболат Ермеков шаршы алаңға шықты. Тәжікстандық Шавкат Рахимовпен кездескен Ерболат 21-17 есебімен басым түсті.